Жетісу облысының тұрғыны өз ауласында түйе құс өсіріп, ауыл туризмін дамытып отыр. Африкалық құсты күтіп баптаудың машақаты жетеді. Тіпті адамға да қауіп төндіретін кезі болады. Бірақ түйе құсты көруге ынтық меймандар қатары сиреген емес дейді. Шаруамен әріптесім Шыңғыс Қалиден кездесіп қайтты. Наталья Асылханова түйе құсын балапан кезінен бағады. 10 жылдың ішінде оны өсірудің қыр-сырына әбден қаныққан. 2-3 айлығында африкалық құс өте әлжуаз болғанымен, қанаты қатайғанда адамды тебуді шығарады. Әсіресе жұмыртқа басатын кезде қауіпті дейді ауыл тұрғыны. Биыл жолдасымды теуіп қалды. Содан бері қоршаудың ішіне кіруге қорқамыз. Аяғын сермегенде тым биікке көтереді. Мына тордың жоғары жағына емін-еркін жеткізеді. Сол оқиғадан кейін сақ жүретін болдық. Жетісу алатауының баурай таза ауасымен, өзен бойын қаулай өскен ақ қайыңымен көз тартады. Тұмса табиғат аясында тынығуға келгендер алып құсты көру үшін ауылға арнайы ат басын бұрады екен. Бір топ адам кеше ғана түйе құсты көруге келді. Алдың күнде болды. Автобуспен оқушылар да келіп тұрады. Туристер алып құсты суретке түсіріп, таң қалып жатады. Ауыл тұрғыны тауық, қаз, қоян өсіреді. Бал арасында бағады. Қазір оның ауласында араның 300-ге жуық ұясы тұр. Оны да өздері жасайды. 25 араның ұясын жасаймын. Менікі ең дәу болмаса уақыт көп болады. Ерекшелік ішіне көгермейді, кебу болады. Тышқан көп кірмейді ішіне бұны. Жалғыз адам істегенге де жеңілден ме? Шаруашылығын шалқытып отырған шаруа 4 түлікті де түлетіп отыр. Еңбекқожан осылайша шалғай ауылда кәсіп ашып, туризмді дамытуға болатынын іс жүзінде дәлелдеп келеді. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.